ауданында даму қарқыны артып, ауыл аймақтардың көркеюі айқын байқалуда. Ауыз су, жол, газ сынды бірқатар маңызды мәселелер жүйелі түрде шешімін табуда. Солардың ішінде үлгілі ауыл округінің бірі 1 мамыр ауыл округі. 2025 жылы Алтын күз мерекесінде Төле би ауданы бойынша 1-ші орынды иеленді. Осыған орай ауыл әкімі Бақытбек Саттарұлы округтің бүгінгі тыныс-тіршілігімен таныстырды. Округте 21 мыңға жуық халық тұрады, 7 елді мекен қарайды. 1 мамыр елді мекені өздеріңіз білесіздер, Таулы ауданда орналасқан, өте табиғаты керемет жерлер. Бізде инфрақұрылым бойынша жалпы мынау жол мәселесі, свет, су барлығы шешілген. Но десек те біздегі қазіргі әлемдік құрғақшылыққа байланысты бізде кездесіп жатқан мәселелеріміз бар. Оның ішінде мына ауыз су мәселесінің жетіспеушілігі. Жалпы елді мекендегі бұлақ көздерінен алынатын су құбырларының бәрін, ол жаңағы бұлақ көздерінен емес, Социалистік Совет одағынан қалған ұңғымалар бар. Сол ұңғымалардың бәрін қайта жандандыру бойынша жұмыстар атқарылып жатыр қазір. 1 мамыр ауыл округінде биыл инфрақұрылым бағытында бірқатар маңызды мәселелер шешілген. Атап айтқанда, Бейнеткеш ауылындағы 4,5 шақырым жолға асфальт төселіп, 10 шақырым ауыл ішілік жолдар толық жөндеуден өткен. Тұрғындар қатынаудың жақсарғанына ризашылық білдіруде. Жол салынды, керемет жұмыстар жүріп жатыр. Мына қазақта керемет сөз бар ғой. Жас келсе іске, кәрі келсе асқа деген. Бақытбек әкім мырзаға рахметіміз айтамыз. Еліміздің өсіп өнуіне, көркендеуіне ат салысып үлес қосып отқан азаматтар. Құда қаласа мынау бәке еңбекте табыс тілейміз, шығармашылық табыстар тілейміз. Құда қаласа елге еңбек етіп, елдің ақсақалдардың батасын алып өсіп өне беріңіз. Қандай еді мына жолдың жағдайы? Бұл бұрын жолымыз енді ескілеу еді, шұрық тесік еді. Осы енді біз ауыл ел болып жиналып, ауыл әкімі Қасымхан мырзам бәріміз бар, осы Бақытбек мырзаға бір ауыз ұсынысымыз жасап, осы жолды енгізіп, міне құда қаласа елімізге жаңадан асфальт түсілді. Тағы да елге рахметіміз айтамыз. Жалпы көшенің ұзындығы 4 км 300 метр. Біздегі мынау күрделі жөндеуге берілген болатын. Мынау бірінші қабаты, келесі жылы көктемде екінші қабатын төсейтін болады. Жалпы біздің округ бойынша 6 көшеге осындай ағымдағы жөндеулер берілген болатын. Бізде Ынтымақ елді мекенінде 3 көшеміз, Тағайна елді мекенінде 1 көшеміз, Жаңа жол елді мекенінде де тағы 1 көше. Жалпы округ бойынша 6 көше осындай жаңадан салынғаны бар. Ауылдың келбетін округ әкімінің іскерлігінен аңғаруға болады. Бұған дейін құлпына егіп, ауылды жеміс алқабына айналдырған Бақытбек Саттарұлы биылда бір ерекше істі қолға алған. Ауылда 3000 түп сортталған өрік ағашы отырғызылды. Аумағы қоршалып, арнайы арықтары қазылған. Бұл бақ алдағы уақытта ауылдың бренд бағына айналмақ. Бұл кездейсоқ отырғызылған жабайы емес, етті, ірі сұрыпталған өрік түрлері дейді ауыл әкімі. Округ бойынша мен өзім енді ауыл шаруашылығы саласында кішкене қызығушылық болғаннан кейін байқап жүремін ғой. Басымызды ауыл шаруашылығына беріп жатсыз. Иә, ерте пісетін өріктер жоқ екен. Енді мына өзіміздің мынау халықтың қаражатына егілгеннен кейін халыққа мәңгілік қызмет етіп тұрсын деген мақсатта егілген нәрселер. Себебі ерте пісетіндер біздің ауылда жоқ, елімізде де аз десек болады. Себебі көбісі мынау шет мемлекеттерден, алыс жақын шет мемлекеттерінен, Өзбекстан, Қырғызстаннан әкелініп жатады мына өзіміздің. Енді менің ойым 1 килограмм болса да сол қаражатымызды шетке шығармай, осы елдің азаматтары осы жерден келешекте жас ұрпақтарымыз осы жерден келіп дәмауыз тиіп, осы жерден сәл де болса рахат алып дейді ғой. Көп ұлтты округ тұрғындары да белсенді. Биыл аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және автомобиль жолдары бөлімі тарапынан 700-ге жуық өрік көшеті округке беріліп, ауылдың кіреберіс қақпасының 2 жағалауына егілген. Қазіргі таңда жас көшеттер бой көтеріп келеді. Ауылдың дамуына округ әкімімен бірге аудан әкімінің де еңбегі зор. Әлеуметтік мәселелерді бақылауда ұстап, өзекті түйткілдердің уақытында шешілуі басты назарда. Округ аумағына ірі кәсіпорындар тартылып, халықтың тұрмысына қолайлы жағдай жасалуда. Ленгір балмұздағымен танылған округте бүгінгі таңда тындырымды тірлік бар. Тобы балмұздақ жауапкершілігі серіктестігі бар. Ол енді біздің мақтанышымыз десек те болады. Себебі бүткіл осы ауылдың азаматтарын жұмыспен қамтып жатқан жағдай бар. 250-ге жуық
жұмыс орнымен жаңа жаз мынау маусым айларында одан да 2 еселеніп жатқан жағдай бар. Ұлдархан Олиханқызы, Асыл Мағжан, Сақ ақпараты.